Баршаға сәлем, қалдарыңыз қалай? Кешегі видеодан кейін терезең алдына төсек жинаған не істеп көп комментарий келіп жатыр екен. Онда тұрған ештеңе жоқ сияқты. Бізде төсек жинайтын үлкен шкаф ата-енем бөлмесінде, сондықтан өзімнің бөлмемде осылай жиналып тұрған ыңғайлы сияқты да маған. Жерге жинасам балалар аударып тастайды. Сол төсектерімді терезең алдына жинап алдым да залға келдім. Залдағы төсектерді жинап, қағып, күніге үйді тазалаймыз ғой. Үйде отырған келіншектер түсінеді оны. Күніге сол завтрак, үйді жинау, обед тақтау, посуда жуу, ужин тақтау, қайттан үйді бір жинап алу. В общем, солай ғой. Полдарды да жуып алдым, есіктерді да жуып алдым. Күніге есік тақ болады ше. Балалар үйде отырғаннан кейін ба, садикке бармайды ғой біздің үйдің балалары ше. Содан кейін ба есіктер сразу бүлінеді. Одан кейін үйді тазалап алып, ужин істеген жоқпын. Төркінге бардық, барлығымыз бірге, ата-енем бәріміз, мамам күштілеп бешбармақ асып қойыпты. Сосын өзіме осындай күшті бір заттарға заказ берген болатынмын. Кім бірінші табады, не екенін, сыйлығым бар деп айтқан болатынмын. Тездетіп инстаграмға өтіңіздер.